Азаматтар неге АЭСке қарсы? Қазір Қазақстанда атом электростанциясының құрылысы белсенді талқылануда. 3,5 мыңнан астам қол жинаған АЭС құрылысына қарсы петиция құрылды. Сіз оған Алаш онлайн сайтында қол қоя аласыз. Неліктен белсенділер қарсы? Бірінші, АЭС-тің ресейлік компания салады деп болжануда. Екінші, АЭС бұл өткен ғасырдың ескірген технологиясы. Үшінші, АЭС құрылысы Балқаш көлінің кебуіне әкеледі. Төртінші, АЭС құрылысының қауіптілік себептері шенеуніктердің жаппай сыбайлас жемқорлығы, құрылыс аймағының сейсмикалық қауіптілігі, улы қалдықтарды сақтаудың мәселелері, кәсіби мамандардың жетіспеушілік мәселесі. АЭСке қарсы белсенділер Алматы немесе Астанада жалпы ұлттық қоғамдық тыңдаулар өткізуді талап етеді. Және бізге АЭС қажет па деген референдумды адал, ашық және айқын өткізуді сұрайды. Егер сіз де АЭС салуға қарсы болсаңыз, анти-АЭС белсенділерге қосылыңыз.